Қайырлы күн достар. Сіздермен Сандуғаш Әдіқұлқызы. Бүгін мен сіздермен аштықсыз жылдам дайын болатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться етіп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың барлығын осы видеоның астына қалдырамын. Бізге керекті заттардың барлығын айран, майонез, жұмыртқа, тұз, қант барлығын салып, араластырып, соңынан ұн мен разрехителді салып, араластырамыз. Сосын қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп, қатты баспай, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, оның бетін жауып, аздаған уақытқа қалдырамыз. Дайын болған қамырды аздап ұн сеуіп, қолымыздың икемімен оны жайып алатын боламыз. Алдын ала майды қыздырып, дайындап қоямыз. Қамырымызды оқтаумен қатты жұқа етпей, қамырымызды жайып аламыз. Сосын оны арнайы кескішпен немесе пышақпен де кесіп, қалауыңызша өзіңізге ұнаған түрде оны кесіп дайындап аламыз. Осылай дайындап аламыз. Алдын ала қызған майға осылай салып, жылдам пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай үлпілдек, дәмі ерекше, түсі де өте әдемі бауырсақтар шығады. Күнделікті балаларыңызға, отбасыңызға жасап беруіңізге болады. Қонақ келгенде де жылдам дайын болатын, дәмі де түсі де ерекше осындай бауырсақтар дайындауға болады. Достар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий жасап қолдап кетулеріңізді сұраймын.